Қайырлы күн, бүгін кезекті сәрсенбінің сәтінде жобасы. Қадірлі қонағымыз Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің кітапхана ісі бөлімінің бірінші курс студенті Хромова Диана. Диана, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Диана, алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Туған жеріңіз, өскен ортаңыз. Мен Абрахам Алтынсарин атындағы қазақ мектебінде оқыдым. Мен кішкентай кезімнен бастап осылай қазақ мектебінде оқыдым. Менің барлық ортам, оқыған сабағым барлық қазақ тілінде болды. Сол үшін мен қазақ тілінде еркін сөйлеп үйрендім. Тамаша. Демек, Диана, сіздің қазақ ортада өскеніңіз, мына кітапхана ісіне деген қызығушылығыңыз артты, иә? Демек, бекер емес қой бұл мамандықты да таңдағаныңыз. Иә, әрине қазақ тілін жақсы меңгеруім кітапхана ісіне көп көмектесті. Оқырмандарға қарым-қатынас жасау, тіл мәдениетін сақтау маңызды. Тамаша. Қандай кітаптарды ұсынар едіңіз? Өзіңіз оқыған кітаптарыңыз, сүйікті авторларыңыз? Бауыржан Момышұлы, Ұшқан ұя. Тамаша. Ұшқан ұя кітабынан алған әсеріңіз? Бауыржан Момышұлының Батыр болу әсері тигізген ол әжесі Құстымасына деп ойлаймын. Тамаша. Қазіргі жастар, мен сияқты жастағыларға осы кітапты өзіме ұсынамын. Мен өзімнің достарыма айтамын, оқыңдар деп. Өте күшті кітап. Рухани тәрбие алған Бауыржан аталарындай мықты батыр болу үшін осы кітаптан бастаңдар деп кеңес беремін дейсіз ғой, иә? Тамаша, өте керемет. Ары қарай, Диана, сіздің сүйікті тағамыңыз бар ма? Қазақтың ұлттық тағамдары. Бауырсақ, қазғарта, бешбармақ. Менің анам үйінде өзін бешбармақтың қамырын өз қолымен елеп жасайды. Тамаша. Отбасылық ұстанатын дәстүрлеріңіз бар ма? Бізде ұстайтын ұстанымыз, әкем бірінші ішпей, одан бұрын біз бастамаймыз. Аста әкелеріңіз қол созбай, бірінші өздеріңіз бастамайсыздар. Жақсы, қандай мерекелеріңіз бар тойлайтын отбасы? Наурыз мерекесін әрдайым тойлаймыз. Хоббиіңіз не? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен мамандығым кітапхана ісі бөлімі болғандықтан мен бос уақытымда кітаптарды оқимын. Достарыма ұсынамын. Қазақ авторлардың кітаптарын ғана оқисыз ба? Өзге де авторлардың кітабын оқисыз ба? Арасында оқимын, бірақ қазақ авторларын көп оқимын. Көбінесе қазақ авторларын. Тамаша. Диана, сізге бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Оқуыңыз аман есен аяқтап, білікті маман иесі болуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Бүгін сәрсенбінің сәтінде жобасы өз мәресіне жетті. Келесі аптада жүздескенше.